8 жылға шейін қойнында жатты. Сондай бауырмасын алып жаттым. Сәбира өте жақсы болды. Кешке жақын мен ұмытпасам, мен жаттығудан келе жатқан кезде сағат 8:30-9 аралық болу керек. Сол кезде мен байқамадым, алдыма келіп құлап түскенін байқадым. Общага бөлімінің алдында тұрған екі жігітке көңіл түсіп, үшеуміз көтеріп комендантскийға кіргізгенбіз. Сондан оны скорый помощь шақыртып больницаға алып кетті. Менімен бірге Сабираның класстасы, осында бірге оқыған, бір группада оқып, бір бөлмеде тұрғанбыз. Қайрат Назарбаев деген аға жылы оны да арамыздан алып кетті. Солар ертеңінде бәрі автобус жалдап, осында келіп жерлеген. Менің естуімше, енді оның намысы жібермеді ме деп ойлаймын. Соны кінәлаған көрінеді. Енді жоғары жақтағылар, сен осыны ұйымдастырғансың, қазақ группасы сабаққа бармай қойды, сен старшысың, сен үшін жазаға тартамыз деген көрінеді, менің естуімше. Сәбираның өлімінен кейін осы семьяда ауыр күйзелістер бастан кешті. Психологиялық сондай бір драмалар деп айтуға болады. Өйткені сол кездегі әкімшілік аппарат, сол кездегі әміршілдік жүйе, бала шағасына шейін, оның ол кісінің артында қалған Сәбирадан кейінгі балаларына, оның жайғы өзіндеріне де тік айтеткендей болды орысша айтқанда. Курстас құрбыларын қорғап қалды, бірақ та олардың арасына қайта оралмады. Бесеудің ішінде ерекше бала болатын, бұл өзінің ақылдылығы жағынан, жұмыскер ынталығы жағынан, бұл басқа жағынан да тек қана жақсы жағынан көрінген бала, ауылдың құрметіне бөлінген бала. Айтқан тапсырманы уақытында орындайды, өзгелерге көмектеседі, сондай кішіпейіл жақсы адам болған. Сәбира классымыздың енді 4-ші класстан бастап классымыздың старостасы болды. Үнемі адамға көмектесіп, бір көмегін аямайтын жан еді ғой өзін. Әрқашанда жақсы оқыған баланың беті жарық, өжет болды. Өз семьясының ішінде кішкене ерекше туған бір алғыр бала болды. Сөзге кезіп қалатын кезіміз болады ғой. Ол енді өйткені өзінікін үнемі жаңағы дұрыстығын дәлелдеп шығатында, менікі дұрыс деп үнемі сөйтіп жүретін, алда жүретін де. Ағасы көбінде шаруамен жүрді де, ол кісімен кезіккен кезін байқамаппын. Көбінде тәтесіне кеп, мойнынан кеп, сабақтан бірге кіргенде, міндетті түрде тәтесін кеп бетінен сүйетін. Тәртібі жақсы болды, қоғамдық жұмыстарға белсене араласатын ол кезде. Барлық қоғамдық жұмыстарда өзі бастап істеп кететін. Топырағы ғой енді туып өскен. Басқа неше сайрап жатыр. Сол мектептің аты берілсе деп әлі де армандаймыз. Менің туған қарындасым осындай ерлікте өз жанын құрбан еттімнен мен үшін бір жағынан абырой, және бір жағынан қасірет. Осыны мақтаныш етем, және сыныптастары сұрап жатқандай қаһарман атағы беріліп, мына өзі оқыған білім ордасының аты берілсе, нұр үстіне нұр болар еді. Мына ана тіліне Сәбира туралы жазылып, биылғы кітабында уже алып тастапты. Бұл енді 4-ші сынып ана тілінде. Мектебіміздің атын берсе деп ойлаймыз бізде. Ауылға барғанда мынау біздің класстасымыздың атындағы мектеп деп, тағы бір барған сайын құрамға атын түсіріп жүргенге бәріне жақсы нәрсе ғой. Өлген аруақтарды ұмытпаған деген.